сезімін ысырған мен қыз бірақ көңіл мойын қалағанды қалайды. Ізгіліктің сәулесі атынан өткізуді жоспарлағанбыз. Бұл сұхбат алаңы тарихы терең, осы университет ашылғалы бері келе жатқан қазіргі қазақ кафедрасын енді жиынымызды ашу үшін алғашқы сөзді университет ректоры білмер басқарма төрағасы Білмер Әбдіханқызы Қанайдың құттықтауын жеткізу үшін профессор Айгүл Амантайқызы Сәтбековаға сөз беріледі. Құрметті Сәуле Асанбайқызы, сізді Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ұжымының атынан және өзімнің атынан 55 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз бар ғұмырыңызды білім мен ғылымға арнаған білікті ұстаз, тәжірибелі ғалым, өз ісінің нағыз маманысыз. Қазақ аруларының қара шаңырағында 2000 жылдан бері филология кафедрасында қызмет етіп, университет дамуына елеулі үлес қосып келесіз. Қыздар университетінің даму жолындағы барлық кезеңнің куәсі болып келесіз. Оқытушылық қызметпен қатар ұйымдастырушылық қабілетіңізді ұштастыра отырып, басшылық лауазымдарды жоғары жауапкершілікпен атқардыңыз. Тіл ғылымына арнаған 100-ден астам ғылыми еңбектеріңіз жарыққа шығып, жас мамандардың білімін жетілдіруге үлес қосты. Әлеуметтік лингвистика саласының көрнекті өкілі ретінде Қазақстан ғылымына танымал ғалымсыз. Сіздің жетекшілігіңізбен жүздеген студент білім мен ғылымның сара жолына түсіп, өз орнын тауып келеді. Бұл ұрпақ тәрбиесіне қосқан өлшеусіз еңбегіңіздің жемісі. Әріптестеріңіз сізді байыптығы мен біліктілігі ұштасқан, өз ісінің кәсіби маманы ретінде танып құрметтейді. Сізге болашақтың шамшырағы, ұстаздарды даярлау жолындағы елеулі еңбегіңіз үшін алғыс айта отырып, толағай табыстар мен мұқаумет жігер, сарқылмас қажыр қайрат тілейміз. Мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік бола берсін. Құрметпен басқарма төрағасы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Гүлмира Қанай. Лекен мынадай алтын құрметті құттықтау. Екінші миссияны орындап кетейін. Мынадай керемет алғыс хат бар. Бұл алғыс хат Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті кәсіподағының төрайымы профессор Ләззат Махайқызы Әжібекованың атынан жазылған алғыс хат. Енді бұл жерде сіздің барлық жақсы қасиеттеріңізге ризашылық білдіріп алғыс айта отырып, бір ғана абзасын оқып кетейін. Рұқсат етсеңіздер, Сәуле Асанбайқызы, сіз қыздар университетінің даму жолындағы институт, университет, ұлттық университет деңгейіне көтерілу кезеңінің бәрінің куәсі болып келесіз. Осы оқу орнының қабырғасында жүріп, ғылымға қадам бастыңыз. Академик Бақытжан Хасанұлының жетекшілігімен жарнама тілінің әлеуметтік лингвистикалық сипаттарын ғылыми тұрғыдан ашып бердіңіз. Оқытушылық қызметпен қатар ұйымдастырушылық қабілетіңізді декан орынбасары, кафедра меңгерушісі, көп тілді білім беру орталығының директоры, бағдарлама көшбасшысы секретар лауазымдарыңыз арқылы көрсетіп келесіз. Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік даму жолында қол жеткізген табыстар мен білім беру саласында қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен Қазақстанның ғылымына қосқан үлесі үшін төсбелгілерімен марапатталуыңыз осының айғағы. Сіз жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие және отандық ғылым дамуында жауапкершілігі зор істі жүзеге асыруға сүбелі үлес қосып келесіз. Ұстаз әлемдегі ең мәртебелі маман. Ресей Ұлттық Академиясының профессоры, шетел тілдері саласында тәжірибелі профессор оқытушылардан арналған Бөлтірков атындағы арнайы стипендия иегері атандыңыз. Мемлекеттік тілді дамыту институтындағы бірнеше жобалардың орындаушысы ретінде сұранысқа ие ғалымсыз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға баянды бақыт, қоғамның игілік жолында еңбегіңізді солғай таныстырды. Құрметті, сондықтан құттықтау сөзді филология институтының директоры Ашинова Гнипа Ахатқызына береміз.
Söylesem belki günlüğe 10 taş olmazsa olur. Onları kısırsanız, onu kısırsanız, İslam'da beraber olabilir, ister oyu. Söylesem belki kimsin, de bir bakalım dedi. Ben de borcumuz aldım, gündemimiz de olmaz. Söylesem belki karabaketin, söylesem belki canlarına başka şeylerimizi tanıtım. Şimdi orası müldüm başka da olmak istiyordu. Kenemet kaşayıp derse, sonuçta da tanıtım ikimiz karpayım yine. Sen korustu bağımdan olaydı, ne olaydı? Sonuçta endi qaraymiz, mine kerak jasasa, bu da umrda kerak нужный момент deb aytamizmi? Qajatda umrdagi eng bastka dunyoning biri, әрине bilesizlar, biz bu kishini sevamiz, hozir artistimiz Gulshanimiz pravida. Mening bizning ikki o'rinbosarimiz bor, u kishilarning birga chaqirib kelingizlar qizlar, tanadan berishni kutib soat tushib qolma deb, mendan hozir bo'lyapti. Hurmatli Savlatsanbay qizi, sizni 55 yoshga to'lgan mereytoyingiz bilan chin yurakdan qutlaymiz. Sizning qozoq tili teoriyasini, ekstremist kafedrasini bilim berib bag'irlamasini qo'shib dasturlayotgan xizmatingizda ulkan napoyani nafqat kelayotganini biz quvonamiz. Bugun birligingizda kunimizga zo'r deysiz. Kunimizga sizga zo'r dentallik, ibratli umr, bayanda baxt, qo'llayimiz mo'l quvonch, amonlik va ig'lik tilaymiz. Izga tilakdan filologiya instituti dekanati. Сәулетіміздің балалық шағын сүрді. Сәуле балалық шағынан бері отбасында ерекше болады. Өзінің алғырлығымен, белсенділігімен көз түседі. Сәуле тәулетінде үлкен немересі болды. Нағашы атасы менің әкем. Сәулені еркелетіп, көңілге жарқырап берді десем, қатысып кетті. Ақсәулем анасы қинап өтетін келді. Өте білімді, инабатты, білгір және. Мысалы Сәуле, ауыр мектепте менен гөрі Сәуле еркелеп өсті. Екеумізді кеп жалғастырған. Бүгініміздің аты Асанбай, апамның аты Фатма. Сол Сәуле, Асанбайдың ерке қызы деген ауылда аты болған еді. Сол мектепте оқиғасын айтып берейін. Кішігінің болатын өзі. Бәрін білесіздер, мектептен айтқанда бәрімізді ойнап, қыздардың бетін жуамыз ғой, қармен. Бұл Сәуленің класс балдары Сәуленің бетін қармен жуып, одан Сәуле ондайды өмір көтере алмайды. Одан үйге жылап келіп, сол өмірді ашуланып, атынан мектепке барып, мектепке атпен кіріп, класс балдардың бәрін жинап, мектептің директорының бәрін шұқылады. Қызық болған сондай. Сәуленің ондай оқиғалары көп. Біресе істеп, біресе істемей жатыр. Сәуле Асанбай қызы, мына балалық шағыңыздан біраз эпизодтарды естіп отырмыз. Көшбасшылық қасиет Сәуле Асанбай қызың бала кезінде болған екен. Енді ана ханым көп нәрсесін айтыпты, бірақ маған ауызшаға өте көп нәрселер айтқан. Енді ана ханымнан өзіңізден тыңдасақ, балалық шағыңызда өзі кім болуды армандадыңыз? Ғалым болам, осы қыздар университетінде профессор болайын деп армандадыңыз ба? Әлде балалық арманыңыз қандай болды өзі? Енді екеуі менен қорқып біраз нәрсені айтпаған ғой негізі. Кішкентай кезімде шынымен екі үлкен әулеттің бір түйір ұлдарының жалғыз немере, бірінші немерелері болып өстім. Атам да өзі әулетінде бір кісі болды, нағашы әкем. Өз әкем де екі ғана ағайынды. Сол үйдің екі нағашы атамның да өз әкемнің де бірінші немересі болғасын өте ерте болып өстім. Екі үйдің ортасында жүретінбіз. Сосын біздің кішкентай кезімде мен нағашы апа деген кейіннен біліп жатырмыз ғой, екеуі де ата әже болып. Бірақ өзімнің әкемді көке дейтінмін, апа дейтінмін.
кішкентай кезімізде көбінесе жаңа екі ортада жүргенде нағашы атам үй жағына қарай бара жатқан кезде, автобустан түскен кезде өзім кішкентай кезімде қап-қаранып арықпын, сонда автобустан түсіп келе жатсам атам арқылы есіктің алдына шығып алатын айтатын: о, мына жақтың бәрі неге жарқырап кетті десе, менің ақ сәулем келе жатыр екен десе, мен өзімше ойлаймын, шынымен аппақ екен әдемі. Сондай әртүрлі қызықтар бар. Жалпы енді мамандыққа келетін болсам, өзім еліктегіш болдым, ерке болдым, бір нәрсеге бір қатты ой түйіп, өте бір серьезный бала болып өскен жоқпын негізі. Кішкене ең бірінші, ең алғашқы кезде жаңағы бұл жақта самолетке ұшу деген бір арман ғой. Стюардесса болам деп те армандайтынмын, көкте жүретін стюардесса болам дейтінмін. Жаңа әскери қызметкерді көрсем, милиционер де болғым келіп кететін. Бірақ жаңағы орыс тілі сабағында чтение деген сабақтан бір не жазатын едік қой, кем быть деп жаңа профессияны таңдаған кезде. Сол кезде дәрігер болам деп те жаңағы не жазғам, шығарма жазғам. Ал енді жоғарғы оқу орнына түсетін кезде жалпы өзім заңгер болғанды жүрегім қалады. Бірақ енді өкінішке орай біз 87 жылы оқуға түскен кезде білім беру саласында әсіресе заңгерге оқуға түсу үшін міндетті түрде ауылда бір жыл жұмыс істеп, сельский квота дегенмен түсетін болып келетін болды. Сондықтан маған заңгерлік бұйырмаған болар. Бірақ қазіргі кезде өзімнің таңдаған мамандығыма өкінбеймін. Осыдан жеп келе жатырмын және ата-анамның менің өмірімдегі осы мұғалімдікті таңда деп таңдау ұсынғаны, бағыт бергені қате болған жоқ деп есептеймін. Өте тамаша, сөйлесіңіз жақсы, бізді келесі есікке әкеліп, өзіңіз жетектеп әкелдіңіз да, келесі шақ студенттік кезең қимас шақ деп аталады. Осы студенттік кезеңдегі бірінші алдымен Бақтыбаева Сәуле Қайырлықызы, филология ғылымдарының кандидаты, біздің әріптесіміз, сол кісінің сіздің студенттік кезіңіз туралы айтқан пікірін тыңдап алайық алдымен. Жаңағы сөйлеген біреуі Сәуленің нағашы әпкесі біздің Анар ханым, екіншісі өзінің туған інісі Әліш Әбибулла мырза. Қоса беріңіз. Біз сіздің хатшелері шәкірттеріне үлгі болар, уақытты ұстазғанын салмай қатар. Бір әулет арқа сүйер азымызы, оғылмай жасау аңызысын. Бұған мен барлықтарына оған қатар өзіне салып береді екеніміздің алғашқы кездескенде маған көрген өте көп достар, сұрықтар олар сұрағымыз, орысша сөйлейді, орысша оқиды. Айналаңдағы расымен орысша сөйлейді. Дегенде сен шалқадан сөйлеп, ойым мен жігіт үзу, шығу, ухан орыстарды бірінші рет Алматыда көрдім деді. Мен көп жылдар бойы осы сенің жауабыңды маңа соқ айтып жүруші едім. Сәулеш, әрі бір рет туған күн құтты болсын. Алдыда таң қалдырар қызық, тамаша, жарқын үнсін, жарқын үнсін. Сәуле ханым ортамызда отырып, қазір соңында сөйлеген кезде тағы да қосымша айтады деп ойлаймын. Кішкене техникалық ақау болып, оған бола жұмысымызды кідіртпей әрі қарай жалғастыра берсек деген ұсыныс. Жарай ма? Сәуле ханым, өзіңіздің енді студент кезіңізде сіз енді көп адамдардың армандаған Алматы қаласында сол кездегі Қазақстанның ең беделді жоғары оқу орны Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірдіңіз. Шығыстану, оның ішінде ол заманда араб бөліміне түсу деген мықтылардың мықтысының ғана қолынан келетін. Студент шағыңыздағы ең бір есіңізде қалған бір жылулықпен еске алатын бір сәтіңіз айтып жіберіңізші. Әрине осы білім беру саласында жүргенде білім алғандағы ең жылы сәттер, қуанышты жағдайлар, жүрекке жылы тиетін дүниелер ол ұстазбен байланысты ғой. Мен ең алғашқы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне ең бірінші келген кезде Берікбай Сағындық ағайдың дәрісіне түстік бірінші сабаққа түскенде. Сонда ауылдан келген қызбыз, жан-жағымызда біз енді өзіміздің группамызда 25 бала түссе, соның 18-і подкурстан оқуға түскен жастары үлкендеу кісілер, енді оң солдарын талған кісілер болды ғой. Сонда Берікбай ағайдың қамқорлығын көріп жаңағымыздың балалығымыз емтиханға келген кезде жалғыз сабақтың дәрісте ағай өте қатал еді ғой марқұм. Сол сабақтың үстінде қалтырап дірілдегенімізді көріп, сол бір әкелік қамқорлығын танытты. Сол ең алғашқы университетке келгенде ұстаздың сондай бір мейірімін, шапағатын көріп, өзім әкемді сағынып жүрген кісімін, селқоскадан келіп, одан ағайдың қолына түскенде сол Берікбай ағайды қанша
студенттердің бәрі қатал деп жаңа қорқып ағайдан сөйтеді ғой. Бірақ мен ешқашан 5-ші курс бітіргенше ағай дәріс берді. Сол ағайдың бір әкелік қамқорлығын әрқашан көңілімде сақтаймын. Және 5-ші курсты бітірген кезде ағай диплом жетекшім болды. Сол кезде қатты қорқып қобалжып жүрген кезде сен қыздың қолыңнан бәрі де келеді. Мына нәрсеге қара, мына кітапқа қара, мына жерде мынаны бүйтіп қарап жаз, мындай сілтеме жаса деп ағайдың сондай бір мейірімді кездері есімде мәңгі қалады. Жақсы, көп рахмет. Енді студенттік шақ туралы өте көп сұрақтар қоя беруге болады. Енді сіз қазір белсенді студенттерді жақсы көресіз, ғылымда жетістігі бар студенттерді бағалап жатасыз. Ой, біздің білім бағдарламаның беделін көтеретін болды деп. Өзіңіз қандай студент болдыңыз? Мен мектепте жүргеннен бастап өзім белсенді студент, белсенді оқушы болғанмын. Жаңа әкем марқұм айтатын, Сәуле біздің мектептің вахтасын ашып, вахтасын жауып келеді деп. Жаңағы өзіміздің мектептегі жетекшіміз айтатын, менің Сәулем бәрін жасайды, менің Сәулем мектепте соған мәз болып, бүкіл ұйымдастыру шараларына белсенді араласып, мектептен жүргенде осындай белсенді болдым. Университетке келгенде де белсенді болдым. Келе салысымен Невада Қазақстан ұйымына кіріп кеттім. Сөйтіп алға Қазақстан Невада Семей полигоны жабылсын деп сол ұйымның белсенді мүшесі болдым. Студенттік жаңағы отрядта да белсенді болдым. Жалпы біздің шығыстану факультетіндегі осы араб бөлімі элиталық топтардың бірі болды. Сондықтан университеттің барлық жұмыстарына белсенді қатыстық. Көп рахмет. Әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Сіздің жақсы студент болғаныңызды, ерке студент болғаныңызды бәрін көрдік. Енді анасы бар адамдар деген есік ашып жатырмыз, міне көрдіңіздер ғой. Алып анадан туады деген, мамасын көріңіз, баласын көріңіз. Бір әріптесіміз айтып, осы Сәуле баласына қандай удобрение беріп өсіріп жатыр деп. Көзден аман болсын. Ал Әсетжан, анаңыз қандай үйде? Бізге баршы ұрсады. Маған да ұрсады. Негізі мама өте қатал емес негізі үйде. Өйткені мама барлығын ешкімнен несе қалдырған жоқ, қатарынан қалмасын деп бүкілін алып беретін. Мама маған всегда айтады, кейде ошақ жүрем, кешіріңіздер. Мама маған үнемі айтады, елдің арты болма, елдің ортасы болма, үнемі алдында жүрді. Бірден 4-5 классқа дейін үнемі ешқандай жарыстарға қалдырмай, лицейға түсіріп, бүкіл қалауымды алып беріп, өзі қандай универді бітірсе де сол Казгуға түсіртіп, мама бүкіл қалауымды алып беріп жатқан. Универде қандай киім айтсам да ол сол күні алып беріп, мама ешқандай немді істемейтін. Үйде мама өте жұмсақ, мама екеуміз арамызда бүкіл өсек бірімізге айтамыз, осы болады. Бүкіл нәрсені мен де қандай қыздармен сөйлессем де мама сразу барып айтамын, мама айтады, былай болады, былай болмайды деп. Уже критерияларымыз да бар. Содан ақтөре болады. Мен қазір өзімде творчествомен айналысқаннан кейін, музыкамен айналысқаннан кейін мамам ешқандай қалдырмай, бүкіл нәрсемді алып береді. Музыкаға да ештеңе бетімді қақпайды. Не айтсам да сол негізі мама өте жұмсақ. Бізде түнде обнимашка бар, бәрін айтып береді мамама. Сол негізі қандай. Ата-ана мен баланың арасында онша байланыс жоқ. Сіздер осы кішкентай ғана эпизодтан анасы мен баласының арасындағы аналық махаббат, перзенттік махаббаттың үлгісін көре алдыңыздар деп ойлаймын. Өте тамаша. Мамаңыз жұмыста да жақсы, үлкенді сыйлайды, кішіде сыйлай білетін жақсы басшы. Келесі есікті ашайық. Келесі есігіміз біздің Қызыл есікті ұстаздық ету ұлы жол деп аталады. Сәуле Асанбайқызының біраз студенттер, шәкірттер дайындады, соның бірі Азиза қызымыз қазір президент әкімшілігінде аппаратында ма? Армысыздар, білімнің қасиетті қара шаңыраққа тартқан, менің білім құлағымның ұйытылғанын тудырған Қыздар университеті филология институтының бас ұжымы, менің қадірлі, құрметті ұстаздарым. Бүгін мен үшін орны төлеуші, ұлағатты ұстаз, аяулы жағар, ана, бізге қадірлі әріптес. Әуелден ұстазбен шәкірт болып бастап, кейін әкемен сөйлеуге басқан, туған бауырдай, жақынға айналған, менің шағымды жатқан шамшырағым
Сәуле Асанбайқызын бүгінгі мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өзіңізге деген ақжарма лебіз білдіру мен үшін үлкен бақыт. Сәуле Асанбайқызы өз бойына іс пен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктіре білген кемел ұстаз. Менің ең сенімді ұстазым, сырымды жасырмай ашық айтатын адамым. Университет қабырғасында оқып жүріп, мені бүгінгі күні маңызды ой саналатын аударма саласына қызығушылығымды арттырып баулыған жан. Карьералық өсу жолында, бүгінде елордасы Астанада отандық медицина саласындағы қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолындағы қызметіме де Сәуле Асанбайқызының берген бағыт бағдары мен келелі кеңестерінің үлесі аса. Ол да сіздің нағыз жаңашыр ұстаз екендігіңіздің айқын дәлелі. Қандай керемет шәкірттеріңіз бар? Осы қыздар университетіне келгелі енді алдымыздан талай қыздар өтіп жатыр, магистранттар өтіп жатыр, қазір міне докторанттарымыз келіп жатыр ғой. Жалпы қыздар университетіндегі бұл қыз тәрбиесіне жалпы іскер қыздар өте көп шығып жатқан. Енді әрбір шәкіртім, мысалы алдымнан өткен, барлығы да бір жаман жолға түсіп кеткені жоқ. Барлығы да өз орындарын тауып, өздерінің бір кәсіби қызметтерінде елдің алды болып жүрген шәкірттер, сондықтан барлығымен де мақтанамын. Және оның ішінде өзім осы кафедрада жұмыс жасағалы бері магистранттардың эдвайзері болдым ғой. Сол магистрант қыздар өте қымбат маған, барлық магистранттарым енді. Көбісі қазіргі кезде мектепте тәрбиесі жөніндегі мектеп директорының орынбасары болып жатыр, оқу ісі жөніндегі мектеп директоры болып жатыр. Және осы Азизада өзі болашағынан үлкен үміт күтетін шәкірттерімнің бірі, үлкен рахмет айтамын. Азиза қазір Астана қаласындағы ұлттық медицина орталығының іс басқармасында жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір мемлекеттік тілдің осы қоғамдық өмір салаларында өз деңгейінде қолдану мәселесінде осы Азиза осы медицина саласындағы қазақ тіліне өте жанашыр болып жүр, және осы медиктердің бәрі қазақша сөйлетем деп жан-тәнін салып жүрген шәкірттердің бірі. Осындай талантты шәкірттеріңіз өте көп болсын. Енді келесі есікке көшейік. Енді келесі есігіміз сен ғылымға болсаң ынтық. Алғашқы ғылымға келген кезіңіз, осы алғашқы ғылыми тақырыпты қалай алдыңыз, аспирантурада жетекшілік, сол туралы ғылым жолына қалай келдіңіз, сол туралы сұхбат айтып жіберсеңіз. Аманды бірінші давай Аман Мәделхан Қорқыт ата университетінің профессоры. Біздің жетекшіміз Бақытжан Хасанұлы бізге әлеуметтік лингвистиканың ең өзекті деген мәселелерін тақырып беріп, ғылыми зерттеуге баулды. Сондай бір күндерде мен бір суық тиіп ауырып қалып, маған бір дәрігер укол жазып берген болатын. Енді сол уколды қалай саламын деп жұмысқа келсем, жұмыста Алмагүл Құмарова мен Сәуле Бақтыбаева деген екі қыз, ол да біздің әріптестеріміз, сол Бақытжанұлының шәкірттері. Солар біз салып береміз деп келіскен. Сөйтіп олар Аманның жарбасы біздің укол салып үйренетін полигонымыз болды деп әзілдеп, бірде қанатып, бірде алып әйтеуір салып бердім. Бір күні сол екеуі де жұмысқа келмей қалып, содан Сәулеге қолға салдым. Сәуле енді сен алыңнан мен кем, сен салып көрсетші деді. Содан Сәуле ойбай мен сіз менің ағамыз емессіз ба, мен сіздің жарбасыңызда қалай қол саламыз деп ұялып тұра қашты. Қолдағасын, ол енді жарбасыз емес, ер қызға салып берейін деп рас қиналып ол жерде ол енесін кіргізе аламын. Сөйтіп тұрғанда Бақтыбай келіп қалып, ой мына қызға алыптар, сендер біз болмаса ара бересіңдер ғой. Сәуле сен мына үлкен жамбас деген полигон тұрғанда кішкентай екі тәлейін бар еді. Сәуле сондай ұялшақ, ұяң, көп сөйлемейтін, талдырмаш бойлы, шашы ұзын, әдемі, тартымды қыз еді. Ол осындай тұрмыстық мәселелерге онша болмағанымен, ол да қызметте, жұмыста өте белсенді, өте жауапкершілікті болады. Ол сол өз қорғаған диссертация Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тілдің жарнама саласындағы қызметі деген диссертациясын 99 жыл қорғап, сол бағытта қазақстандық әлеуметтік лингвистикаға өз үлесін қосып келе жатқан ғалымдардың бірі. Мына 55 жасқа толған мерейтойында ол кісіге ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, шәкірттерінің алғысына бөлініп жүре берсін деген тілек айтамын. Әлеуметтік лингвистиканың көшбасшысы болып, осындай жастан жасқа жете беру деген тілек білдіремін. Өте жаңасын, алдымызда енді Бақытжан Хасанұлының ғылыми мектебі деген мектеп бар. Енді ол мектепте ғылым да күшті. Сосын мынандай адами қарым-қатынас, әзіл қазақ деген аузында әзілі жоқтың
қойнында балтасы болады дейді. Сол әзірі де мықты жарасқан сондай үлкен мектеп. Бұл мектептен Бақытжан Хасанұлының мектебінен өткен адамның қолында қос қарау болады. Біреуі ғылым, екіншісі әзіл. Қай шәкіртін алып қарасаңыз да Бақытжан Хасанұлының сондай. Енді Бақытжан Хасанұлын кішкене жасырайын деп едім, Аман мырза айтып қойды. Бақытжан Хасанұл деген Қазақстандағы ең мықты социолингвист ғалымның шәкірті Сәуле апайларымыз. Енді Сәуле ханым, сұрағымыз сәл өзгертейін. Сіз енді осы жарнама саласынан Қазақстанда тұңғыш диссертация қорғаған мамансыз, ғалымсыз. Енді бірақ сол 99 жылы диссертация қорғасаңыз да, әлі күнге дейін жарнамаға сүңгіп, осыған байланысты не айтасыз? Бақытжан ағайды білмейтін тілші қалмас шығар, жалпы осы қоғамда өмір сүріп жатқан көп кісілер Бақытжан ағайды танымайтыны аз. Сондай кісінің шәкірті болғанды өмір бойы мақтан тұтамын. Бақытжан ағайдың енді тағы бір адами қасиетін айтып кеткім келеді. Бұл жастарға мынау ұстаз бен шәкірттің арасындағы байланысқа бір тәрбиелік мәні бар дүние ғой деп ойлаймын. Мен 99 жылы анам қатты ауырып жатты осында. Мен диссертация қорғауым керек. Түнімен мамама қараймын, күндіз жаңағы қағазымыз жазамыз. Түнде кейде ұйықтамай таңертең қағазымды бұрқыратып алып барып, Бақытжан ағайға алып барамын. Соны бір күндері әбден шаршаған болуым керек. Бақытжан ағай түріме қарап тұрды да кете берді. Бара бер енді үйіңе, қайда берді. Соны үйге келсем, біздің үйдегілерге звондапты. Мына қыз жетім ба, туысқандары бар ма, жоқ па, мына қыз қағаз қорғайын деп жүргенде қайдасыңдар сендер қалғандар? Мынау жынды болатын болды ғой деп ағай сөйтіп ұрысқан ғой. Содан жаңағы баламыз ғой кейде ағай сөйтіп ұрысты, андай деп ренжиміз ғой енді. Сонда қазір ойласам, ағай менің өмірімдегі бір переломный кезде болады ғой адамның өміріндегі, бір үлкен күйзеліске ұшырап жүрген кездегі. Сындарлы сәттерде ағай мені сол кезде өмірге қатты бір мотивация беріп, мен өмірде бір өзімнің аяғымнан тұрып кетуіме үлкен бір септігін тигізген кісілердің бірі. Сонда егер мен мамам ауырып жатыр деп жұмысты тастап кете салсам, онда мен бұндай қазір сіздердің алдарыңызда отырмауым да мүмкін еді. Осындай бір марапатқа ие болмауым да мүмкін еді. Сол кездерде ағайдың мына ғылымды, еңбекті, отбасылық ауыртпашылықты, жалпы отбасындағы кез келген дүниеге төтеп береді керек екендігімді сол кезде ағай іс-әрекетімен маған мойындатты, және ағай соны менің бойыма сіңіре білді деп ойлаймын. Бұл менің ағайымның ұлылығы, ағайдың осы қасиетін де үнемі айтып жүремін. Одан кейін ағайын осы тақырып алуға келгенде ғылым академиясының философия институтының әлеуметтік лингвистика бөлімінің аспирантурасына түстім мен. Сол кезде ағай бірінші келді, мен сені аспирантураға қандай хабарың бар ма ғылымнан деп приложениемді, казгуді бітіргенімді көрді дағыны, бүйтіп айтты, ертең барып сен осындай тақырыпта мақала жазып кел деді. Үнемі мақала жазып көрмеген адамға бір таң қалдым да, бұл қалай бір күнде мақала жазып көріп қой, осындай оқымаймын, ешқандай да ғалым болмаймын, кетемін үйге деп сізсің. Осы жақтағы нағашы ағама, егер үйге кететін болсаң, екінші жағынан мен сенің бетіңе қарамаймын, мен барлығымыз сенен үміт күтіп отырмыз, жазасың, ештеңе жоқ, отырасың, күндіз-түн отырасың, жазасың деп. Соны бір күн емес, бір аптада жазып алып барып, мақаламызды алып бардық. Сонда аспирантураға түспей жатып, бірінші мақалам шықты, республикалық конференциялар жинағында. Содан кейін осы жарнама туралы тақырыпты берген кезде таң қалдым. Бұл жарнама деген ол кезде біз жаңағы нарық экономикалық көшкен жоқпыз, елде бәрі деградация, жаңағы бөлініп жатыр республикалар. Бізде жаңағы жоспарлы экономиканың кезінде қандай жарнама, ешқандай жарнама болмайды, бәсеке жоқ жерде, сауда жоқ жерде, Қазақстан мынандай болып жатқан кезде. Сонда күндіз-түні келіп отырамын, дағыны тақырыбыма қараймын деп ақырып жылаймын. Мынаны мен қайтып жазамын деп жаңағы отырып алып. Содан Бақытжан ағай тарихын бастап, көшедегі жарнаманы, караван деген газет шықты, Таңшолпан деген ақпараттық бағдарлама шықты, қара, көр, практикалық мәселелерін жина, содан теория жинайсың деп ағайдың. Енді жарнама туралы айтылып жатқанда, жазылып жатқанда, бұқаралық ақпарат құралдарында дүние көп қой. Енді тілге үнемі сын болады. Енді бұл жарнама қоғамдық өмірдің бір саласы болғасын, бұл елдің алдындағы, елдің бәріне танымал дүние болғандықтан, әркім жарнама туралы көзқарастарын әр өз білгенінше сараптайды, өз білгенінше сындарын айтып жатады. Жалпы енді бұрынғы біз жаңағы кандидат диссертация қорғаған 99 жылдарға қарағанда қазір енді ілгерілеу бар ғой. Сонда да болса әлде де қазір шәкірттеріміз бар, магистранттарымыз бар, докторанттарымыз бар. Осы тақырып аясында
тақырып беріп жатырмыз. Зерттеу жұмыстары болашақта әлі де жақсара түседі ғой деген сеніміміз бар. Көп рахмет. Өзіңіздің ұстазыңыз туралы да, негізгі объектіңіз жарнама туралы да, оның қоғамдық құрылыс, қоғаммен, әлеуметпен бірге жарнама да дамып отырады. Біз тұлғамыз, адамымыз, бізде де түрлі кемшілік болады, сол сияқты біздің тілімізде де кемшілік болады, жарнама жасаушыларда да кемшілік болады. Соны түзетіп, дер кезінде ұсыныс айтып отыру бірінші кезекте осы залда отырған тілшілерге байланысты нәрсе. Көп рахмет. Енді ғылым туралы таңға дейін отыра береміз, сондықтан уақытымыз да жақындап келе жатыр. Біздің әлі бірнеше нәрсеміз бар. Жоспар бойынша Сәуле Асанбайқызы жарнама саласынан тұңғыш диссертация қорғаған адам болғаннан кейін, ғалым болғаннан кейін біздер жарнамадан конкурс жариялағанбыз студенттердің, оның қазір қорытындысын шығаратын боламыз. Сәуле Асанбайқызының бірнеше кітаптары жарық көрді, монографиясы, оқулығы, оқу құралдары, 3 кітаптың тұсауы кесіледі. Сондықтан да жаңағы уақытымызды үнемдеу үшін келесі қақпаға көшейік. Бұл әріптестер сөйлесін деп осы залда Сәуле Асанбайқызын құрметтейтін бір топ ғалымдар отыр. Осы Алматы қаласындағы әртүрлі жоғары оқу орындарынан келген, соларды шетінен шақырсақ дұрыс па? Бірінші, Абай атындағы қазақ білімінің қара шаңырағы, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетіне бір топ әріптестеріміз келіп отыр. Соларды шақырайық ортаға. Бірден кейін бір шығарайық. Бірден кейін бір шығарайық, атап көрсетіп, көптің арасында көмескіленіп қалмасын кейбір кісілер. Бағдарлама көшбасшысы дейміз, кафедра меңгерушісі Рахима Әбзелбекқызы, филология ғылымдарының докторы профессор Наима Төлеуқызы, педагогика ғылымдарының докторы профессор Райгүл Сәдуақасқызы, Рахима, және PhD доктор Қатира Шахманова Балабекова. Шахманқызы Балабекова. Төрлетіңіздер. Уақыт тұту үшін біз бастап сөйлей берейік. Сәуле Сәуле Асанбайқызының бүгін 55 жастық мерейтойыңыз құтты болсын. Ғылым жолы деген қиын жол. Осы жолы жаңағы өзіңіздің айтып жатқан, беріп жатқан сұхбаттарыңыз, ұстазға деген ілтипатыңыз, бұлардың барлығы шынында тәлім беретін дүние. Осы жолда талмай, шаршамай, қаламыңыз ұшталып шығатын еңбектеріңіз көбейе берсін. Тұсауын кесетін тойларыңыз әр еңбегіңіздің еселене берсін дейміз. Шәкірттеріміз көп болсын. Әуелі отбасы, одан кейін жұмысы ғой. Сондықтан отбасындағы ұлының айтып жатқанда біздің Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті барлығымыздың елегеніміз сол біртері бәріміз де мұғалім дайындау жолында жұмыс жасап жатырмыз. Енді осы жолда қазір комиссияға дайындалып шыны керек. Көп жұмыстар атқарылып жатқан кезде осындай мерекелік тойымызға қосылған уақыт тауып жатқан әріптестерімізге алғыс айтамыз, шексіз алғыс білдіреміз. Сәуле Асанбайқызына енді ректордың атынан құттықтауымызды енді қазір ашып тұрған жоқпыз, сондықтан педагогика ғылымдарынан Сәуле Асанбайқызы, сізді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы, әріптестеріңіз үлкен асылды бағындырып, мерейлі белестің биігіне көтерілуіңізбен шын жүректен құттықтайды. Сіз ғылымдағы жолыңызды мемлекеттік тілдегі жарнаманың әлеуметтік лингвистикалық маңызы мен мәнін зерттеп, дәйектеуден бастадыңыз. Жалпы тіл білімі, психолингвистика салалары бойынша еңбектеніп, оның қанат жаюына үлкен үлес қостыңыз.
Сіз қызмет етіп келе жатқан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің білікті ұстаз бен озық ойлы болашақ ана тәрбиелеуде алар орны ерекше. Сіз де осы жолда аянбай еңбек етіп келесіз. 2000 жылдан бастап осы шаңырақта филология факультеті деканының тәрбиесі жөніндегі орынбасары, практикалық шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, көп тілді білім беруді дамыту орталығының директоры қызметтерін абыроймен атқардыңыз. Бүгінгі күні қазақ тіл білімі теориясы және оқыту әдістемесі кафедрасының көшбасшысы ретінде де іргелі жұмыстарға мұрындық болып жүрсіз. Терең білім, берік ұстаным, ойыңыздағы адамгершілік қасиет пен кісілік, іскерлік қабілет сізді зор құрметке бөледі. Сіздің қамқорда құлақшыл ұстаз ретіндегі абзал қасиеттеріңіз, өмірлік еңбек пен жеке басыңыздағы кіршіксіздігіңіз өзіңіз үшін ғана емес, қатар жүрген әріптестеріңіз, ұжымыңыз, тілектес дос жаран үшін нағыз өмір мектебі екендігі даусыз. Сіздің ғалымдық ізденіс өрісіңіз, ұстаздық ұлағатыңыз, адами болмысыңыз бүкіл шәкірттеріңізге үлгі. Қадірлі Сәуле Асанбайқызы, сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Шығармашылық әлеміңіздің өрісі кеңейе берсін. Шығар шыңдарыңыз, бағындырар биіктеріңіз, алар асуларыңыз көп болсын. Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілейміз. Абай атындағы нағыз маманысыз. Қазақ аруларының қара шаңырағында 2000 жылдан бері филология кафедрасында қызмет етіп, университет дамуына елеулі үлес қосып келесіз. Қыздар университетінің даму жолындағы барлық кезеңнің куәсі болып келесіз. Оқытушылық қызметпен қатар ұйымдастырушылық қабілетіңізді ұштастыра отырып, басшылық лауазымдарда жоғары негізінде біз өзіміздің қазақша ресмиден былай еркін сұхбат қой, сондықтан айта берейік, бұл жерде біз осы келіп отырған, мен өзімде осы қыздар университетін түлеуімін. Райгүлде қыздар университетін түлеуі. Хатирада PhD доктор ортамыздағы жаңа форматтағы жас осы қыздар университетінің түлегі. Бәрімізде қазір үшеумізде Абай университетінің атынан құттықтағанымызбен негізінде төртімізге келдік деп отырмыз ғой. Сондықтан енді мынау біздің Сәуле Асанбайқызына деген өзіміздің ыстық ықыласымызды, төркінімізге келгендегі мына қызымызға беретін сыйлығымызды енді Хатира өзіміз таныстырып, қыздар университетінің символы деп алдық. Хатира өзіміз таныстырып. Құрметті Сәуле ханым, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, алар асуларыңыз көп болсын. Біз сізден мақтанамыз, әріптес болғанымызға, дос болғанымызға, құдағи болғанымызға. Біз Райгүлде осы қара шаңырақтың түлектеріміз, бір группада оқығанбыз. Осы университетте қызмет атқардық қанша жыл. Мен бәрі заманның ағымымен Абай атындағы университетте үшеумізде сол елде қызмет атқарып жатырмыз. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымын. Осындай мерекелі тойлар көп болсын. Той құтты болсын, жұмысты болсын. Көп рахмет. Досың бар ма деген. Рахмет әріптесім. Қыздардың өзінің несі ғой, тұмар. Қыздар символы ретінде Керемет. Қатмалық мәні де өте зор. Рахмет әріптестер. Самира Амангелдіқызы Оданова. Сапардан келдік. Бүгін неге айтады ғой, скарабиялап алдық, бірден тойға келіп отырмыз. Той тойға баса берсін.
тойдың болатын ана жақта естіп келеміз дайындалып дейді ғой. Бұл жерде біріншіден университеттің атынан біздің басшылардың атынан қазір бізде де шетелдік әріптестер келіп жаңағы сол чекіге қолды алып да жүргізді. Құрметті Сәуле Асанбайқызы, сізді Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті басшылығы, жобаларды басқару институты басшылығы, қазақ және орыс тілдері кафедрасы ұжымы 55 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. Сіздің өмір жолыңыз ғылым мен білімге, ұрпақ тәрбиесіне арналған ұлағатты жол. Қазақ тіл білімі мен көп тілді білім беру саласында атқарған елеулі еңбектеріңіз бүгінгі білім кеңістігінің дамуына қосылған сүбелі үлес. Сіздей тұлғаның табанды еңбегі мен ғылыми ізденісі жас ұрпақ үшін үлкен мектеп, ал әріптестеріңіз үшін үлкен өнеге. Сіздің ғылым жолындағы ізденісіңіз, ұйымдастырушылық қабілетіңіз, жас мамандарға деген қамқорлығыңыз шынайы зиялы тұлғаның бейнесін танытады. Еңбегімен еленген елдің ары, ісімен көрінген қыз елдің нұры демекші, білім саласындағы табандылығыңыз, адамгершілік болмысыңыз, ұжымдағы сыйлы бейнеңіз сізді ерекшелендіріп тұратын қасиеттер. Сіз үшін 55 жас жаңа шабыт, жаңа белес, жаңа мүмкіндіктер кезеңі. Тақшты алдағы. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс, кәсіби жолыңызға жаңа белестер мен жарқын жеңістер тілейміз. Жарқын идеяларыңыз жүзеге асып, ғылым мен білімнің биік шыңдарынан көріне беріңіз. Жұлдызыңыз жоғары, мәртебеңіз биік болсын дейік. Біздің басшылықтың қолымен енді бұл жерде әріптестер Шахан Жаубардан біздің дәстүрлі портрет бізде жаңа сөйлескен ол біз кішкене жекеше басқаша форматта келдік. Негізі өздеріңіз білесіздер, бізде қазір кафедрада 3 ғылыми жоба бар. Соның бірі жоба бізде Сәтбаевқа арналған. Сәтбаевтың шығармашылығына арналған. 11 том, соның бір томы естелікке арналғанда мына кітап әр бүкіл шетелдік және отандық архивтерден жиналған материалдар, естеліктер жиналған мынаны алып келдік та қалған 11 том, 10 томды QR кодымен өзіңізге тапсырамыз дейді. Шетелдік қазақстандық архивтерден жиналған, өздері болмаса да көздері қалған, жерде тың қолтаңбаларын алған алаш ардақтыларының сөздері бар. 11 тұзды қабылдаңыз. Ояғым сізге онлайн кетті де. Сен үлкен дәулет. Енді орамал тон болмайды, жол болады дейді. Шағын ғана өзіңізге бесконечный қалай шексіздік әлеміне сапар болсын деп ниет жазып қолыңызға. Гүлшоқта өзіңіз сияқты. Құрметті әріптестер, бүгін бір ерекше күн болып тұр енді. Жаңа төркінге келген 3 қыздың әңгімесін тыңдаңыздар. Күләй Бәйменді қызының сөзінен кейін ресмилік бітті деп есептеңіздер. Мен енді бейресми түрде сөйлегім келіп тұр, өйткені төркінге келген қыз қалай сөйлейді, кішкене еркелеп, баяғы қыз кезін еске алмайды ма? Сондықтан осы форматта сөйлесем айыпқа бұйырмаңыздар. Неше жыл филология саласында жүріп, әлдек сөйлеп кетті демеңіздер, еркелеп қалсам. Ал енді мына бір әдемі Гүлшоқ, айналайын Сәулежан, жастың да әдемісі болады екен. Мынау дөңгелек деген жас бар, ол жақсы ойын бала қандай бағалады? Білесіздер, 5-тің екеуін қосып тұрды. Мына жағыда дөңгелек, мына жағыда дөңгелек. Сондай әдемі жарқыраған жаста мына әдемі гүлді біздің енді
ғылым саласында енді Сәтбаевтан бірінші тұратын кімді айтуға болады? Енді алғашқы ғылым академияның президенті болған адам, алғашқы академик президентіміз Сәтбаевтың атынан үлкен техникалық вуз деп сіздер кішкене шеттетпеңіздер. Педагогикалық салада жұмыс істемесек те біз әр қашанда филологиядан алыстаған емеспіз. Қай жерде де, Казгуде де, АУ-де де, ЖНП-де де осындай үлкен іс-шара болса, Сәтбаев барымызды салып, күрәйбамызды алдымызға салып, бірге сол үлкен осындай бір мерейлі жастар болса да жақсы іс-шаралардың басқасында жүреміз. Сондықтан сол вуздан арнайы техникалық номер бірінші Қазақстандағы вуздан мына әдемі гүлшоқты қабылдап, содан кейінгі мына апам айтып жатыр ғой жаңағы әдемі тұмарды жаңа Абай атындағы ұлттық университеттің қыздары табыстады. Ол енді сіздің қабырғаңызда жарқырап ілініп тұратын болса, мынау өрнек деген қазақтың бренді былай қарағанда. Қазір бәрі шетелге шығуды дәстүрге айналдыңыздар ғой. Дәстүрлі түрде шетелге шыққанда сіз қазақтың қандай брендін апара аласыз деген кезде осы өрнекті жарқыратып апаруға болатын керемет, шын таза мынау алтын сәндікке, жалпы күміс мынау емдікке дейді ғой, таза күмістен жасалған, қолыңызда жарқырап тұрсын деп Сәтбаев техникалық вузының жігіттері, қыздарының атынан алып беріп салыватырмыз. Арнайы сертификаты бар, арасында барлық шексіздігі бар, сүйегі бар, алтынымен жұмысы аралас жасалған. Осында енді мына сіздің сүйек саусағыңызда мынау ал жарқырап тұрсын. Бұндай юбилейді неғылардың Аграрлық университеттен, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің проректоры келіп отыр. Ералиева Әсима Шақбайқызы. Сөйлемдерім 14 жылда бір түрлі болып қалса мән бермеңіздер. Біз қысқа сөйлеп, аграрлық саланың, ветеринария саласын, агробиология саласын терминдерін айтып үйренгенбіз. Сондықтан біз маған бір ауыз кешірім сұраймын. Сіздерді салып жазып жатырмын. Негізі маған Шаштықбай бірінші курста сабақ берген. Мен колледжге келгенде ең бірінші емтиханды осы кісі алған. Сондықтан сізге рахмет. Өте бүгін кеше жаңа сөйлеп айтқан осы сұхбат деген көрейінші жұмыс көп болса да мен сіздерді көрейін, Сәулеті көрейін, апайларды көрейін. Осы жерде жақсы әріптестер сөйлеп жатыр. Мен Абай университетінен өзіміздің барлық апайларымыз, әріптестеріміз, сіңілдеріміз бәрі осы жерде отыр. Сондықтан сіздер бірінші көргенім қуаныштымын. Екіншіден мен енді жаңағы кішкене романтика жоқ болып кеткен да. Сондықтан сізге өзімді ұсынайын. Мен осы жерде жаңағы мамасы енді қанша жылдан бірге келе жатыр, сонда сіз екеуіңіз бөлмеңде бір регуль әкеп, екеуіңізді майда тек қана әдемі қанша айдар бар, сонда сіздер мамыр айындағы екеуіңіздің туған күндеріңізді тек қана сіңіліңіз ретінде тілдің туын көтерген асқақтасын, біреме шұғатылмен асқатпасын, халықтық тілімізден айырылып, мәңгүрттігін детпенен басқатпасын деп. Сіз жүрген Сәуле бүгін берейлі тойы 25-ге келіп отыр екен, осы жастың екеуін берсін алды дей отыр. Енді юбилейіңді естігенде осындай жасында бір ауыз өлең айтпай не айтамыз енді?
Микрофон. Асанбаева Сәуле 55 жаста. Тіршіліктің алға тартып кемесі. Кеп қойдың ба? 55-ке сен осы мұңайса да көңілінен төгілген парасат пен ізгіліктің сәулесі. Еліне бар ұлан байыр зорысы, бүгін міне көрініп тұр жемісі. Шәкіртіне нұрын төкті біліммен, дамылсын деп алға қарай өрісі. Өз үлесін қосты шындап ұлымға, атақ даңқын айтайықшы шынында, сын сағаттың сынағынан сүрінбей, шыңдалды ғой нағыз өмір сынында. Тындырымды істей біліп әрісті, басқаларға жібермеді намысты, профессор, ғылым доктор, филолог жұмыстарын атқарып жүр. Табысты. Ашық жайын берілген бермегін, біз күтеміз биіктерге өрлегін, ұзақ ғұмыр берсін Алла басыңа, құтты болсын елімізге келу. Енді соңғы құттықтау, одан кейін екі шарамыз бар, ол ұзаққа созылмайды. Сондықтан енді Сәуле Асанбайқызы бағдарлама көшбасшысы екенін білесіздер. Осы кафедраның ұжымы өзінің туған кафедрасы деп айтамыз. Bir кезде екі кафедра едік, қазір бір кафедра болып, бір қолдың саласындай, бір үйдің саласындай тіршілік кешіп жатқан жайымыз бар. Береке Сатылғанқызы Атабаева, филология ғылымдарының докторы, профессор бастаған. Бетер шығып тұрсаң, бәрі шақырады. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жарқынбек Нуайқызы Сүлейменова бастаған. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сәуле Асанбайқызы. Тағы да қысар, көпті журналист. Айгүл Амантайқызы. Филология ғылымдар біздің кафедрасында халық көрсін. Бұл кафедрада қандай қыздар қызмет етеді деген көздері қойсын. Филология ғылымдарының кандидаты профессор филология ғылымдарының кандидаты профессор Ғазиза Бейсенбековна Шойбекова, PhD доктор Ботагөз Артанова Нұржанова, PhD доктор Гүлнар Амангелдіқызы Ескермесова, PhD доктор Айгүл Серікқызы Мурзинова, педагог ғылымдарының докторы, профессор Гүлназ Тұрлыбайқызы Бейсенбаева, Лира Әбділдәбекқызы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, Қыздар университетінде тұңғыш коммерциялық жоба ұтып алып келген, 1 миллиардтың жартысын алып келген, осы Лира Ақжанында Лира Емержанова мен Гүлзира Сакиева деген екі докторантымыз бар күшті қызмет еткен, Рая Акиважаева және Еңлік Жамансакиева деген мықты докторантымыз бар. Құстың қосқан атындаймыз. Жақсы. Сондай құстың қосқан атындай біздің көрші кафедрамыз, қазақ әдебиеті кафедрасы мына жерде бір топ профессор келіп отыр. Бағдарлама көшбасшысы Наргиза Смайылқызы Балтабаева бастаған. Осы кештің өтуіне түрткі болған, кеше ғана 2-5 деген әдемі жасқа толған Күнімжан Әбдіқадырқызы осы жерде отыр. Және новый форматтағы PhD доктор Наргиза Смайылқызы сияқты мінекей Фархат Юсуп деген азаматымыз бар. Тағында осы шықсы ғой дейме, ортаға шақырса сіздерді.
сол күнге жеткізсін, жетістіктеріңіз арта берсін, кафедраңыздың да мәртебесі көбейе берсін. Енді Сәуле апайдың адами тұрғыдағы келетін болсақ, жалпы енді барлығымыз бір факультеттеміз ғой, бір жиналыста боламыз. Шындығында жаңа Күнипа ханым айтып кетті ғой, иә, қырғызсырақ деген секілді ғой. Бірақ барлығы жұмыс барысымен, ол жұмыс болғаннан кейін барлығы болады. Бірақ жұмыстан тыс уақытта кәдімгі қарапайым күнделікті ештеңе болмаған адамдай жүреміз. Оның барлығы ол шай ішіп, оның барлығы жұмыс. Шай ішіп демесі, Сәуле апайдың бір ұнайтын маған бір жақсы қасиеті айтатыны бар. Қойы беш, соғыста да тамақ ішкен бірінші шай ішіп сондықтан, мен бұл кісіге қарағанда кішкене мазасыздау адаммын. Кез келген тапсырмамен не жасап, бұл кісі айтады, қойы беш, соғыста да шай ішкен бірінші шай ішіп алайықшы. Сондықтан, негізі оның өзі де кейде ойлайды бір жақсы қасиет екен. Сондықтан, Сәуле апай, осы қасиетіңізден таймаңыз. Алла тағала балаңыздың жеңісін көруді, және немере сүюді, шөбере сүюді нәсіп етсін. Кафедрамыздан атымен гүл бар, қазір ағайлар, құрдастарымыз сөйлеп болсын. Жалпы Тыныштық апай ұмытып кеттіңіз ғой, негізі Фархат ағайда 55-ке толды. Халық 55-ке толып, тура осы жерде әдемі кеш өткізді. Соңында бәріміз қазір фотоға түсеміз. Сонда осы екеуінің ортасында тұрып қалып, сендер қашан 55-ке толасыңдар десем, екеуі айтады, құрдаспыз ғой деп. Сөйтсем, бұл кісі айтады, мен толып қойдым дейді, жақында дипломын алады екен, мына бар пацанка ғой дейді екеуін. Жақында дипломын алады екен, сол кезде жуады екен, Құдай қаласа сол кезде кездесеміз, Фархат ағайды білеміз, Наргиз ағаның. Осы кештің стылына сол күн себеп болды, сол сәт, сіздің туған күніңіз. Қазір Фархат сөйлемейін, сіз Фархаттың алдында бір ауыз сөйлеп жіберейін. Жоқ, сөйлемеймін, Фархаттан кейін сөйлеймін ма деп, Фархаттың туған күні туралы айтып жіберейін. Мен туған күнді өткіземін дейді, шошып кетті, дауысым қалай отырамын. Фархатқа звонып едім, Фархат мені өткізеді, сен өткізеді, қасыма отырып алып. Қой, мен деген жер адаммын ғой, мен 60-та туғанда жасаймын, сендер жасай беріңдер дейді. Сондықтан енді азаматты ғой, ер адамдар көп енді жаңағы көзге түспейді, түседі. Екіншіден өзі филология және қазақ тілі әдебиет білім бағдарламасының көшбасшысы болғандықтан біз сізге құныңыз ғой. Осы екі білім бағдарламасына жарнама жасаған адамдарға жүлде береміз деп конкурс жариялады. Соның 5 жеңімпазын қазір мына экраннан көресіздер. Бақытжан ағай көрсін. Сәлем жас түлек, сен жаңа өмірдің жаңа табалдырығында тұрсың. Жаңа білім, жаңа мүмкіндіктер. Болашақ маман иесі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің болашақ ұстаздар мен көшбасшылар мекемелерінен хабардар болыңыз. Сапалы білім, тәжірибелі ұстаздар, цифрлық мүмкіндіктер, 50-ден аса сұранысқа ие мамандық, қауіпсіз орта, жайлы жатақхана, шығармашылыққа толы өмір. Сонымен қатар ең бастысы кітапхана. Заманға сай оқу бағдарламалары, заманауи технологиямен жабдықталған зертханалар, смарт аудиториялар, кітапхана бәрі де біздің университетімізде қолжетімді. Білім мен тыныштық қыздар университетінде үйлесім тапқан. Оған дәлел ауқымы кең кітапхана мен жайлы жатақханалар. Сен де өзгеше маман болғың келсе бізге қосыл. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті болашақтың іргесін қалайды. Таңдау өз қолыңда. Бұл студентіміздің фамилиясы Оразалиева Айжан. Сәлем жас түлек, сен жаңа өмірдің жаңа табалдырығында тұрсың. Жаңа білім, жаңа мүмкіндіктер. Болашақ маман иесі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық Жеңісова Аружан.
Филолог мамандығы тек оқулықтағы ереже мен өлең жаттау емес, бұл сөзге жан бітіру, оймен жұмыс жасау, мәдениет пен ұлтты тереңнен тану жолы. Сізде сөзге шеберлік, ойға жүйрік, оған қоса қылыққа өзіңіз қосқыңыз келсе, Ездаева Лира. Құрметті жас түлек, студенттік өмірімді шынымен қызықты, мазмұнды әрі шығармашылыққа толы өткізгім келсе, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің филология институтын таңда. Мұнда әдебиет пен тілді терең үйренесің. Жобалар, сахналық қойылымдар, дебаттар, ақындар мен жазушылармен кездесу, шығармашыл белсенді орта, журналистика, лингвистика, аударма ісі, бәрі осында. Филология институты сіздің құдіретін танитындардың мекені. Бізбен бірге оқы, бізбен бірге дам. Төртінші курс. Болды. Кетші қасым. Мен қайда? Аларда. Açı vermesin, sessiz sözüm var. Бүгін сіздерге ұсынғалы тұрған афиша тек болашақ ұрпаққа арналған бағытталған бұл үлкен үндеу, маңызды үндеу. Және де менің афишам түрлі болашақ ұстаз деп аталады. Бұл болашақ ұрпақ үшін, болашақ мектеп бітіруші түлектері үшін үміт отын сыйлайтын, және де жауапкершілікті жүктейтін маңызды ұлы шақыру. Және де біздің шақыруымыздың қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті филология институтына шақырумен бағытталған қазақ тілінің шамшырағы бол деп аталатын басты идеясы бар. Және де бұл мамандыққа шақыру, бұл біздің сондықтан біздің қазақтың өзінің өзінде кішігірім азаматтық ұяңшылдығы бар. Алдында айтқан біз соны айтып кетіп жатырмыз. Біз қазақтың өзінде қазақ әдебиет кафедрасынанбыз. Яғни біз азаматтарға жол бермегенбіз деген сияқты ғой. Олай ғой енді Сәуле ханым былай қарағанда Сәуле ана, Сәуле ғалым, Сәуле дос, Сәуле деп апа деп айтып жатыр бәрі. Ал бізде айтатын нәрсе бар, ол Сәуле құрдас. Асим айтып кетті ғой. Сондықтан біз құрдаспыз, құрдастардың үлкені арқан. Шынымен енді, біз 55-ге келіп отырмыз. Біз негізі бесеуіміз. 55 келіп жатқан. Асим сен де кешікпей кішкенесің. Бешілер болып тұрады. 55 тоқсамайсың. Біз қазір сызылып тұрмыз ғой, бесеуіміз жеке отырған кезде біздің қасымызда ешкім отыра алмайды. Біздің сөзімізді түсінбейді басқа жоқ. Біріншіден жұмыста тек кәсіби сипатта ғана араласамыз. Жай үйренбесін бес деген жасы кез келген уақытта енді ит деп айтады дейді. Енді ит деген жеті қазаның бірі ғой. Иттердің өзі қарасақ жарасқанда өте қазақтар сыйлайды. Қазақ халқы жалпы малдан бұрын ит асырайды ғой негізі. Өйткені оны қорғайтын кім? Ұрыдан, қарыдан ит. Сондықтан көп жағдайда иттердің бір жеті қазаның бірі деп айтпау да бекер емес. Біз соған сай өзімізде де сондай қасиеттер бар. Жаңа бүгін айтып жатыр ғой. Біздің мұғалім болғасында біз тақырыпқа қараймыз. Парасат пен ізгіліктің сәулесі деп. Енді сәуленің ізгілік жағы
қандай сәуленің ізгіліктік сәулесі дегені ашып жатыр. Барлық ана жағынан, ғалымдық жағынан, балалық шағынан бастап бүгінгі дейінгінің барлығының кішкене элементтері, жақсы нәрсесін бәрін сәулем айтып жатыр. Біз құрдастар ретінде парасаттылығын айтып кеттім деп тұр кішкене. Әрине парасат деген түсініктің ішінде барлық нәрселер көп, элементтер, соның бір қырын ашып кетейін. Мына тіл мамандары біледі өзі. Жаңағы кімде Асима да айтып жатыр ғой, біз кездесіп қалған кезде Асима, құрдастар отырып, барлығымыз кемінде құрмалас сөйлем, жай сөйлеммен сөйлейміз. Бізде сөз шек жоқ, да кетеміз. А сәуле құрмалас жай сөйлем деген жоқ, атаулы сөйлеммен сөйлейді. Бітті. Бірақ сөз айтып, сәуле не айтасың десем, бірақ сөз айтып, бітті. Сәулені түсінеміз, сөз бермейміз да, өйткені сөйлейтін атаулы сөйлем. Өзінің бір ерекшелігін шығар, парасаттылық дегеннің кішкене нышан, адамда бір ерекше қасиет болады ғой. Сондықтан арамыздағы құрдастардың ішінде ерекше қасиеті қысқа нұсқа сөйлейді, аз сөйлейді. Аз сөйлеме бәрін жеткізеді. Соңында бер сөзді кімде арамызда кім айтып тұрады ғой, фақат сол кезде қысқа бірақ сөз айтып, мен айтам, тіпті бір сөйлем атаулы айтады. Соны айтып қойып жатырмын. Атаулы сөйлеммен сөйлейтін құрдасымыз, бірақ сөзбен жеткізеді барлық нәрсені. Мен жаңа ойлап қалдым, сөйлеп отқанда бірінші рет көрдім сәуленді, интервью беріп сөйлеп жатыр ғой, сұхбатында, сөйлеп алады екен ғой деп. Енді сөйлеп алады ғой, бірақ енді филологтар сөзшең қалыппыз ғой, біздің мамандығымыз сөзшең, тіл мен әдебиет болғасын біз сөйлейміз. Техниканың қасында отырсақ та, ненің қасында отырсақ та, әйтеуір біздің мамандығымыз сөйлей береді. Бірақ кейде ойлаймын, сәуле мамандығы ауысып кеткен шығар. Сөйтіп дұрыс ойлап жүр екенмін. Жаңа өзі айтты, бала кезінде юрист болғанда армандап, расында қысқа сөйлейді, нұсқа сөйлейді, өзінің бір кішкене жақсы қасиеті бар. Сондықтан сәуле осындай атаулы сөйлем жүре бер деп ыңғай. Өзі соған лайық, ер мінезді. Көп жағдайда дастарханға да сөз қалсын айтамын ғой, сондай ер мінезділігі де бар. Біз шамалы әйел сияқты мінез көрсетуден бұл сасыспайды. Өз ана неткенде Алла да айтады, сабырлар. Ең жақсы қасиет сабырлар. Жаңа кімді айтып жатыр ғой, наргизада шай ішіп алайық деп. Расымен де күйіп бара жатса да жұмыс, біз тізектеп бүйтіп жүрсек, ол сасыспайды, түр бермейді. Түр бермейді, эмоциясын бермейді ғой. Соның өзі парасаттылық қой, бір қараса. Түр бермеу, үйренетін нәрсе көп. Дос қасында қаншалық жүріп үйренбейміз, енді бұда үйренбестен кейін үйренетін болып жатыр. Сәуле денсаулығы мықты болсын, Әсеттің қызығына тоймай әже, немере, шөбере сүйіп, сондай барлық жақсылықты сәттілік тілейміз. Көп әдебиетшілердің үзбей сөйлеген жұмысlar осы қатарымыз сиремесін, тобымыз, жұмымыз жазылмасын, осы қалыпта топ біраз жерге барайық, қолың шашына келмейған білмеймін. Түркияда ол енді бізге қарағанда кішкене продвинутый, біз енді ауылдың адамымыз ішімізден жүреміз. 55-тің шығып ап белесіне, қыз құрдасым құлпырып келесіне, ойнап күліп сырласып жүрген кездер қалып кетті өткен күн елесінде. Бір еркек күн 4 қыздың ішіндегі құрдаспыз, доспыз, адал пішіндері, Күнімжанмен Әсима, Гүлжан, Сәуле, хор қыздары, өңімде, түсімдегі, әріптесің, дос-жаран, құрбыларың, қуанышқа ортақ боп келді бәрі, 60, 70, 80-нің сеңгірінде төрде отырып тойларымыз әлі тар. Әсеттің мынандай кішкентай күннен биологиялық, физиологиялық, психологиялық өсімін талдап қадағалармыз. Әсет мені бойы 2-3 метр жетіп қалды ғой. Ол көп кішкентай бар еді. Біз коридорда бесеуіміз жолықтырмасын құдай дейтінбіз. Чемпионмен. Жұмыс бәрі жайдағылар ары өте алмайды жүрді. Сондай жұмыс. Осы жұмыс жазылмай аман есен бола береді сәукетай. Аман болыңдар. 55 деген түк емес екен. Міне енді ертең ашпа келеді. Қолын шашты келеді. Екеуің бірге қояйық. Ол енді аяқты төлеп отқан шығар, жібереміз билетін. Аман болайық. Сіздердің барлықтарыңызға рахмет. Осы 55-ті ескеріп келіп жатқандарың. Маған өлеңдерді жоқ, мақала жазды.
болғанда да достыққа адалмыз, берікпіз, еңбекке адалмыз, ұямызды, отанымызды қорғау бірінші кезекте тұрады бізде. Бәріміз сондаймыз. Анда-санда арс етіп қабатымыз бар, бірақ соңынан қабанымыз жылап қысылап жататын кезіміз бар. Сондай жұртпыз. Біз енді жаңағы жұмыс, анау мынау айтып жатсыздар ғой, біздің өзіміздің сондай ерекшелігіміз бар. Осы қатарымыз сиремесін, тобымыз, жұбымыз жазылмасын, осы қалыпта топ біраз жерге барайық, көкетей, қолын шашынап келмегенін білмейміз. Түркияда ол енді бізге қарағанда кішкене праздники, сояққа кетіп қалған ғой. Біз енді ауыл елінің адамын шашқымыз деп жүреміз. Елу бестің шығып ап белесіне, қыз құрдасым құлпырып келесінде, ойнап күліп сырласып жүрген кездер қалып кетті өткен күн елесінде. Бір еркек күн төрт қыздың ішіндегі, құрдаспыз, доспыз, адал пішіндері, күнімжанмен Әсима, Гүлжан, Сәуле, хор қыздары өңімде, түсімдегі, әріптесің, дос-жаран, құрбыларың, қуанышқа ортақ боп келді бәрі, 60, 70, 80-нің сеңгірінде төрде отыр тойларымыз әлі тағы. Әсеттің мынандай кішкентай күннен биологиялық, физиологиялық, психологиялық өсімін талдап қадағалағымыз. Әсет күні бойы 2-3 метр жігіт болып тұр бүгін. Кім кішкентай бала еді? Біз коридорда бесеуміз жолықтырмасын Құдай дейтінбіз. Жепейден. Жұмыс бәрі жайнағынан алып отырмайды жүрді. Сондай жұмыс. Осы жұмыс жазылмай аман есен бола біледі сөмкеде. Аман болыңдар. 55 деген түптемес екен, міне енді ертең ашыма келеді. Қолын шашты өсіп кетіп келеді. Екеуін бірге тояды. Ол енді аяқты төлеп отқан шығар, жіберемін. Скаптыран атынан өзіміздің сыйлығымызды беруге рұқсат Өте керемет, ана күнделікті киюге де өте жарасымды де үлкен. Асима Чакбайқызы бүгін менің айграфамымда кеше болды деп құттықтап ғой. Сол әріптестері де біздің Айгүл Амантайқызын кешегі өткен туған күнімен концертінің ұжымы қандай екен? Соны көрсетуіміз керек болған, бірақ қазір техникалық ақаулар болып жатыр. Соған байланысты келесі рәсімге көшеміз. Сәуле Асанбайқызы 55 жасқа үлкен олжамен жетті. Мынаны қойыңыздар ортаға. Бүгін сол бірнеше кітапты тілді дамыту институтында орындаған Қазақстанның социолингвистері, социолингвистикамен айналысатын Бақытжан Хасанұлы қазақ тілді социолингвистер өте аз. Сол санаулы ғалымдардың бірі біздің Сәуле Асанбайқызы жарық көрген монографиясы Қазақстандағы тілдегі ахуал, аймақтық ерекшеліктер және өзекті мәселелер деп аталатын бір кітап монографияның соңы. Екіншісі, мынау қазір барлық республика бойынша қазақ тілінің бір деңгейі типтік бағдарлама жарық көрген соңғы. Сол үлгіде жасалған алғашқы оқулық университеттің ұстаздары, Сәтбаев университеті де, Абай университеті, Аграрный университет сіздерде де оқиды осы оқулықты. Сондай бір керемет типтік бағдарлама бойынша жарық көрген алғашқы оқулықтардың бірі. Бірнеше авторлық құрамда
Сәуле Асанбайқызы соның құрамында бірінші автор Айгүл Амантайқызы және тағы да екі ақын жарық көрген жақында кітап болды. Сосын сосын жарнаманың негіздері деп аталатын оқулық. Монография бұл Асанбаева Сәуле Асанбайқызы мен Озғанбаева Райхан Қабының бірлестігінде шыққан. Осы үш кітаптың тұсауын кесуге біздің әртүрлі жоғары оқу орнынан келген жаңағы әріптес ғалымдарымызды алыстарда тартып келген Берік апай, сосын кафедраның докторлар, мен тұсау десейінші деген мына кітаптың тұсауын мен кессем ғой деп армандаған кісілердің барлығы осы жерге келе қойсын. Қонақтар барсың? Нағима? Нағима? Я сырттан келгендер Райгүл? Райгүл шықса? Beni qarab turasizlar. Әдем ұқсырып жүрейік. Тарихи сәт. Ұстап тұрмыз апай. Асанбайқызы осы ғой? Ана орындықтан бір түрлі. Иә, орындықтар қойыңызшы. Бүкіл күн түсіп жүру қойып. Иә, солай. Жатқызып қояйық, жатқызып. Білеке бері қараңыз. Әртүрлі өзіңізге кітабын алып жатқан. Бері қараңыздар әріптестер. Тарихи сәт есте қалсын. Ескелі сурет. Өзіне де сурет. Ертең суретте сөйлейді. Құтты болсын әдемі. Тамаша. Еске саламыз. Аграрный мен политех сендерге керек кітап. Бұл сигнальный экземпляр болғандықтан мына аз болып тұр. Бір ай бұрын заказ тапсырыс беру керек екен, көп көп алу үшін. Сондықтан ай кетпеңіздер де сигнальный экземпляр. Әйтпесе су жаңа сиясы кетпейді ғой. Жаңа кетпеді, оны езімейді болған. Қосып қойған. Айжан қосылды ма? Ішіндегі ең белсенді креативті студенттеріміздің бірі Айша білім бағдарламасын қателеспей таңдағанын және осы мамандықтың жақсы бір маман иесі болатынына біз сеніміміз зор. Айшаға көп рахметімді айтамын. Және осы жарнама жасаған, жаңа ең алғашқы жасаған жарнама өте көңіліме қонып тұр. Жалпы қыздардың барлығына сәттілік тілеймін. Жарнамалар өте жоғары деңгейде, тіл тазалығы сақталған,
әдебиет нормаларына сәйкес жарнамаға қажетті құрамды сөздерді қолданған, сөйлемдері қысқа және нақты, адамның жүрегіне ой салады, ең ақтысы түрткі болатын сөздерді пайдаланған, сондықтан барлықтарына сәттілік тілеймін. Өз қолымызбен таныстаймыз енді жас жарнамашыларды. Бірінші курстың қызы Айша келе ғой. Алда берген Айша. Құдай берген Айша. Айша. Күшті ұнаған жарнамаға бір қосып берейін деген ғой. Апам тұрды. Аржан келе ғой. Шығыңыздар. Мен Айжан деген қызым келемей қалса, ең бірінші жарнама Айжандікі. Иә. Айжанның сыйлығын маған беріп қойыңыздар, мен тапсырамын. Біріншісі Айжан менің қызым апа. Аржан да менің қызым. Ана, подаркаларын алыңдар қолдарыңа өздерің. Соның бәріне беріңіз. Анау кімге? Осымен концертіміз тәмамданды. Уақытта біразға кетіп қалдыңыз. Кішкене қысып қалды, кейінірек тұрсаңыз. Өзі бір ауыз сөз сөйлейді, Видеода түсіп тұрсыздар, суретте болды. Сәуле Сонбайқызына осы кештің кеш жабар сөзін берейін. Құрметті менің әріптестерім, апайларым, шәкірттерім, құрдастарым, достарым, отбасымнан келген барлық туыстарым, сіңілім, бауырым, келінім, барлықтарыңызға бүгінгі осы іс-шараға келіп қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын. Бұл нәрсе негізі жаңа айтып жатыр ғой, Тұрыштық Нұрдәулетқызы. Күнімжан құрдасымның 55 жылдығына келгенде бір түрткі болды, сол Тыныштық апай бізде жасайық, қойыңыздар, мен келіп бара жатырмын, ештеңе жасамаймын десем, Айгүл Матаевна екеуі, мен Турциядан келгенше, симпозиумнан келгенше, екеуі осындай бір әдемі нәрсені жасап, бір жағынан өзіме сондай қуандым, толқыдым, екеулеріңізге көп рахмет айтамын. Ол кафедрамыздың үлкендері, ол бұдан кейінгі де жастарға үлгі болсын, жалпы осы білім беру саласында, ғылымда жүрген, қазіргі көмектесіп жүрген докторанттарымызға бір дәстүрлі дүние болсын деген ниетпен ұйымдастырдық. Сіздерге де көп рахмет айтамын. Докторанттарымызға, шәкірттерімізге Рая, Гүзира, Еркежан, Гүлсая, Еңілік, жалпы филология білім беру бағдарламасы кеше тағы бір қуанышты жаңалығымыз бар, айтып мақтанып қояйық. Филология білім беру бағдарламасы докторантура бойынша аккредитациялық орталығынан 3-ші орын алды. Бұл енді университетте өте үлкен жоғары деңгейдегі жетістік деп ойлаймыз. Оның жетекшісі филология ғылымдарының кандидаты профессор Отарбекова Жәмила Кембайқызы жасаған білім беру бағдарламасына ешқашан шаршамасын, үнемі осы нардан орын алып келе жатыр. Және екінші бір қуанышты жағдайымыз осы филология бағдарламасы нарды көрсеткіші бойынша кеше 3-ші орын алды. Яғни бұл да үлкен жетістік деп ойлаймыз. Өйткені Қазақстан бойынша біздің алдымызда Әл-Фараби атындағы ұлттық университет бар, Евразия ұлттық университеті бар, Қарағанды Букетов атындағы университет бар. Маңдай Қарағайда осы білім беру саласында мамандандырылған білім беру бағдарламаларын дайындайтын оқу орындарының ішінде орын алғанына өте қуаныштымыз. Сондықтан бұл біздің кафедраның жетістігі деп ойлаймын. Осы білім беру бағдарламасын, таңдаған студенттеріміз, магистранттарымыз, докторанттарымыздың жаңағы жеңістері деп ойлаймын, түсінемін. Сондықтан барлықтарыңызға көп рахмет, әріптестеріме рахмет. Осы кафедрада 2000 жылы университетке келіп еді, осы кафедрадан ешқашан қол үзген емеспін. Енді университеттің әр басшылардың жаңағы қойған істерінің барлығын жауапкершілікпен атқаруға тырыстым. Кафедрада осы соңғы 2 жылда бағдарлама көшбасшысы болып жұмыс жасап жатырмын.
Бағана Тыныштық апайдың бір сұрағы бар еді, басшылық қызметтегі өзіңіздің ұстанатын стиліңізбен ең дұрыс деп санайтын дүниеңіз не деген бір сұрағы бар еді. Алдында осыған қалай жауап бересің деп маған жаңа айтып жатыр, осыған қатты көкірегімде қалған дүние сол болды. Ең бастысы адамгершілік болу керек деп ойлаймын. Қандай ғылымның қандай деңгейінде көтеріліп жатсаң да, қызметтің қандай деңгейінде көтеріліп жатсаң да, ең бірінші адамгершілік ұстаным қалу керек адамның бойында, қандай жағдайда болса да. Және ол ата-анамыздан бойымызға сіңірген қасиет, үлкенді құрметтеу керек, кішіге ізет көрсету керек, және үнемі ілтипат көрсету керек. Ашу, жаңағы басқа да жағдайлар одан кейін қалу керек. Әрине кей жағдайда адам болғасын, пенде болғасын көп жағдайда енді болып қалып жатады, бірақ дей тұрғанмен менің өмірлік принципім ең бірінші адамгершілік, адамгершілік, адамгершілік. Сондықтан осы тұрғыда қалу керек деп ойлаймын. Қазір барлығымыз барып кешкі асты бірге жейік. Осы неден қоштасқым келіп тұрған жоқ. Әліңізді, сәліңізді, Парадайзға барып шай ішейік.